Құрметті достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Екінші сабағыма қош келдіңіздер. Қазақ тілінде экшн әдістерді қолданудың екінші тәсілі бұл зерттеу жүргізу, сабақтағы зерттеу әрекеті, оқушының зерттеу әрекеті. Бүгін соған тоқталатын боламыз. Сабақтың қызықты өтуінің бірден бір кепілі, құрметті менің әріптестерім, ол бала берілген ақпаратты, дайын ақпаратты алғаннан гөрі өзі қолымен ұстап, өзі көріп, дәмін татып, содан бір өнім жасап, өзі бір ой қорытынды жасайтын болса, бұл бала үшін таптырмайтын, бала өміріндегі ең құнды сабақтардың бірі болып қалады. Ол енді менің 24 жылдық тәжірибемде үлкен көрініс берген, үлкен жемісін берген нәтиже деп айтсам болады. Қалай зерттеу жұмысын қалай жүргіземіз? Күнделікті сабақта бұл әдісті қалай енгізуге болады? Енді соған тоқталып өтейін. Қараңыздар, мысалы, сіздерде кино әлеміндегі саяхат бөлімі деп айтайық тағы да, сол кино әлемі бойынша мен сіздерге мысалдар келтіріп, сөзім түсінікті болу үшін мысалдармен дәлелдегім келіп тұр. Мынаны еске сақтап алған жөн. Бала зерттеу жұмысын жасағаннан кейін, сіздің тапсырмаңызды орындағаннан кейін, ол міндетті түрде бір сіз ұсынған немесе өзінің ойынан шыққан бір өнім арқылы көрсету керек зерттеу жұмысын. Өнім арқылы ұсыну керек, өзінің ой тұжырымдамасын жасау керек, және өзінің қорытынды ойы болу керек. Осыған үлкен назар аударуымыз керек. Мысалы, сіз қандай өнімді ұсынудың қандай жолдарын бере аласыз? Мысалы, бірінші, ол сызба болуы мүмкін, кесте болуы мүмкін, ол диаграмма болуы мүмкін, ол эссе де болуы мүмкін, баланың қабілетіне қарай, немесе жай бір 5-6 сөйлеммен талдау жұмысы болуы мүмкін, жазбаша түрде. Тағы да басқа да түрлерді енгізуге болады. Мысалы, мен тағы да өзімнің тәжірибеме сүйенейін. Кино әлеміне саяхат бөлімі бойынша балаларға мынандай тапсырма бердім. Балалар, қазір сыныптағы, егер топ болса, бүкіл топтан алуға болады, сынып болса, сыныптың немесе толық ала алса, мүмкіндік болса оған, немесе сыныпта қанша бала, соның 50%, мысалы 10 баладан сауалнама аласың, 10 балаға сұрақ қоясың, жауабын жазып аласың. Я болмаса, я жоқ деген сұрақтарды құру арқылы ол баламен қарым-қатынасқа түсіп, ақпаратын іздей бастайды. Мысалы, 7-ші сыныптың оқушылары болатын болса, сол өзінің жасындағы балалар қандай киноларды көруге әуес? Бірінші, драма кинолар, комедия кинолар, экшн кинолар болады, фантастикалық кинолар. Балалар сол 10 баланың қасына барады, жазып алады. Мысалы, Жанболат қандай киноны көреді? Осы 5 жанрдың ішінде, мысалы, фантастикалық киноны көреді, плюс қояды. Екінші, Айгүлге барады. Айгүл қандай киноны көреді? Ол комедияны жақсы көреді, комедияға плюс қояды. Осылай 10 баладан сұрақ жауап алып алғаннан кейін бала тұжырымдама жасайды. 10 баладан мен сұрақ алдым, жауап алдым, сұрақ бердім, жауап алдым. Нәтижесі мынандай болды. Ендеше менің достарым мынандай киноларды жақсы көреді екен. Енді қараңыз, бұл жерде тағы да 10 бала арқылы зерттеудің
зерттеу нәтижелі болды ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді оны тағы да жағдайға қарайсыз. Егер де ондай болмаса, жалпы сыныптан алып баланың өзінің ой тұжырымдамасын жасатқан дұрыс. Сонда бала топ 5, ең үздік 5 фильм немесе ең үздік 10 фильм деген атаумен өзінің тұжырымдамасын жасайтын болады. Немесе киім және сән үлгілері деген бөлім бар. Сонда тағы да балалардан сұрақ қойып жауап алуға болады. Сен қандай киімдерді кигенді ұнатасың? Спорт киімі ме, бренд киімдер ме, соңғы үлгідегі киімдер ме, жоқ әлде классика киімдер ме? Тағы да өзінің ойын қосып бала бұл тізімді көбейте бере алады, немесе өзіңіз көбейтіп бере аласыз. Тура осы тапсырманы орындағанда баланың өзіңіз бақылауда қатты ұстаңыз, балаға қызықты болып жатыр ма? Қызықты болмаса, осы зерттеуді тағы да қандай қырынан алып түсуге болады? Тағы да сыныптың атмосферасына, баланың көңіл күйіне назар аудару арқылы дамыта беруге болады. Немесе тағамдар деген бөлім бар. Қай сыныпта болмасын, бұл зерттеу жұмысы барлығына жарай береді. 5-ке де, 11-ші сыныпқа да, 8-ге де. Мысалы, тағамдар бөлімінде мен былай жүргіздім. Өзің таңғы асқа не іштің, түскі асқа не іштің, кешкі асқа не іштің? Ортасындағы жүрек жалғау деген бар. Қазір перекус деп жүрген қазақша атауы жүрек жалғау. Жүрек жалғауға не жеді? Және осы жеген тамағының ішінде қандай пайдалы дәруменді денесіне сіңірді? Денесіне қандай дәруменді бере алды бала? Егер оны біле алмаса, бірнеше баладан барып сұрап, сол ақпаратын толықтыруға болады. Болмаса тағы да 3 баладан сұрап кел, 5 баладан сұрап кел, үйге беруге болады. Мысалы, анаң не жеді, әкең не жеді, болмаса басқа туған туыс әжең не жеді деген сияқты. Бұл тізімді тағы да толықтыра беруге болады, дамыта беруге болады. Тағы да өте менің оқушыларыма ұнаған сабақ, зерттеу жұмысы, кешіріңіз, ол Абайдың 5 асыл іс, 5 дұшпан деген тақырыбына байланысты берілген тапсырма болатын. Сыныптағы барлық баладан сұрауға мен мұрсат бердім. Мысалы, Абай айтқан 5 асыл іс кімнің бойында бар? Кім еңбекқор, кім бекер мал шашпайды? 5 дұшпанды қатар айтып кеттім. Кім өтірік айтады? Кім қанағатшыл? Міне осыны бала дізіп алып, диаграмма түрінде жасаған кезде баланың алдына кәдімгідей керемет бір көріністі өз қолымен жасады. Осыған риза болып, бала өзінің талдауын жасады. Сол кездегі баланың қуанышын көрсеңіз, бұл деген өте жақсы екен деп, соңынан кері байланысты сіз баланың пікірін тыңдап жатасыз. Сол кезде өзіңіздің еңбегіңіздің зая кетпегенін көресіз, соған көзіңізді жеткізесіз. Өзіңіздің де шабытыңыз оянып, осы зерттеу жұмысына баланы көп бағыттағыңыз келеді. Бұл зерттеу жұмысы баланы болашақта ғылыми жұмыстарға бағыттауға, ғылыми жұмысқа дайындауға өте жақсы экшн әдістердің бірі. Енді қараңыз, сыныпта 25 оқушы бар. 25-тің барлығы зерттеуші болмайды әрине. Оның ішіне сіз бір сыныптан бір баланы тауып алсаңыз, ерекше жасаған, өзінің креативтілігін көрсеткен, өзінің ерекше ой өрісін көрсете алған, дамыта алған, соны бөлісе алған оқушыны бірден байқап, ақыртап өзіңіздің ғылыми зерттеу жұмысыңызға даярлауға болады. Бұл зерттеу жұмыстары балаға қандай пайда әкеледі? Біз енді оны да түсініп екшеп отыруымыз керек. Бұл да өте бір маңызды фактор.
қараңыз, бірінші оқушы балалармен, туыстарымен немесе ол үйге берілген тапсырмада мектептің оқушыларынан да сұрақ жауап алуы мүмкін. Бала не істейді? Коммуникацияға түседі. Ендеше баланың коммуникативтік мүмкіндігін дамытады екен. Бұл бірден бір бала үшін қажетті, оның болашақ өміріне қажетті адамдармен тіл табыса білу қабілетін дамытады екен. Екінші нәрсе, зерттеу әрекеті, әрине бала ақпарат жинайды. Ақпаратқа қызмет жасайды. Ендеше баланың ғылымға деген көзқарасы жетіледі. Оны сіз өзіңіз 2 сабақтан кейін ақ байқайтын боласыз. Келесі, үшінші пайдасы, ғылыми осы ізденіс жұмысы, зерттеу жұмысы баланың тұлға ретінде қалыптасуына өте жақсы жағдай туғызады. Оның ой өрісі және жауапкершілігі дамиды. Осы қабілетіне үлес қосады бала, осы қабілетін дамытады. Қараңыздар, қандай жақсы. Сонда сіз бір зерттеу жұмысы арқылы баланың 3 бірдей қабілетін дамыту және сіз үшін пайда, баланы өзіңіздің сабағыңызға қызықтыра білдіңіз, өзіңіздің сабағыңызға ат салыстыра білдіңіз. Егер бала осыны өзі қолмен ұстап, көзбен көріп жасаған кездегі суретті, көріністі көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Ол деген сіздің мәртебеңіз баланың алдындағы. Себебі болашақта бала мұғалімді таңдайтын заманға келе жатыр. Міне біз соған келе жатырмыз. Қазір мысалы репетитор іздейді. Репетитор іздейді, звондайды. Ата-ана, сіз қалай баланы дамытасыз, қалай жұмыс жасайсыз деп. Міне қараңызшы, осының өзі таңдау беріліп тұр. Ата-анаға да, оқушыға да. Жалпы ол мүмкін біздің Қазақстанға 10 жылдан кейін келер, мүмкін 5 жылдан кейін келер. Оны бір Алла біледі. Бала мұғалімді таңдайтын заманға жетеміз. Сол кезде егер сіз баланың деңгейіне түсіп, оның зерттей алу дағдысы қаншалықты, сіз оны қаншалықты дамыта аласыз, осыны кәдімгідей күшті көріп тұратын болсаңыз, яғни өзіңіздің 40 минуттық сабағыңыздың анау 35-ші минутта бала сізге қандай өнім бере алады, осыны алдын ала болжап, өзіңізге, сабағыңызға зерттеу жүргізе алатын болсаңыз, сіз ертең таптырмайтын маман боласыз. Әкімшілік сізден қол үзбейтін болады. Әкімшілік сізді құшақтап тұрып, бұл маманнан айырылмауым керек деген жағдайға жетесіз. Сондықтан осы бүгінгі таңда өте маңызды. Оқушының деңгейіне түсіп, осындай тапсырмаларды беріп, алдын ала өзіңіз болжап, тағы да қалай дамытуға болады, мен беріп тұрған зерттеу әдісін ары қарай өзіңіздің шығармашылығымен алып кетіп, дамытып, жетілдіріп, басқа да қандай жолдарын көрсете аласыз, ол енді өзіңіздің шығармашылық қабілетіңізге байланысты. Міне, құрметті менің әріптестерім, мен қолданатын ең өтімді әдіс, өтімді экшн әдістің біреуі осы зерттеу әдісін сабақтарыңызға қолданыңыздар, сабақта пайдаланыңыздар, мейлінше мүмкіндігін кеңейтіңіздер оқушының. Сол кездегі баланың мынандай ғана көкжиегі, көру көкжиегі мынандай болып өседі. Сол кезде ол сізге ертең эссені де күшті қылып жазып береді. Ой толғауды да, өзінің ішіндегі буырқанған дүниесін далаға шығарып жазып берген кезде сіздің еңбегіңіздің тектен текке кетпегеніне көзіңіз жететін болады. Ендеше іске сәт, менің әріптесім, менің тыңдарманым, осы экшн екінші әдіс сізге пайдалы болсын, сізге мол өнім әкелсін. Хош, сау болыңыздар.